егер біз өзіміздің брендіміз болсын, тұлғалық жаңағы репутациялық белгілі бір триггерлік нүктелерімізді қоғамның ортасында анықтап және сол жерге өзіміздің қажетті месседждарымызды өткізу үшін ең бастысы кез келген коммуникацияның алғашқы заңдылығы осы кризистарды болдырмаудың негізгі заңдылығы ол мониторингтік жүйелерді енгізу. Ол бірінші жаңа Юскан, Brands Analytics сияқты мысалы. Көп тараптан мұнда көп мамандар біледі, бірақ қаншалықты оны дұрыс пайдаланатынына оған нақты баға бере алмаймын, бірақ net sentiment rate деген өзі жақсы бір индикатор бар. NSR деген индикатор бар. Ол құбылып отырады әрқашанда. Енді net sentiment rate'тің өзін біз дұрыс кластерлерге және классификацияға дұрыс бөлмеген жағдайда бізде мынандай проблема пайда болуы мүмкін. Біз эмоционалдық диагностика жүргізген кезде эмоционалдық және прагматикалық пікірлерді екеуін бір-бірінен ажырата алмай қаламыз да, кейде көп тұрғыда осы шатасып кетеміз. Негізі осының салдарынан көп тұрғыда коммуникациялық кризистер пайда болады. Ол жаңағы саяси, қандай да болмасын дағдарыс содан пайда болады. Мысалы қараңыздар, міне диагностиканы өткізгеннен кейін міндетті түрде біз бір координациялық штаб құру керекпіз. Дерлік баға өсті, не болмаса баға төмендеді, не болмаса жаңағы бизнестің War room деп айтатын ұғым бар ғой, жаңағы соғыс бөлмесі деп айтатын. Координациялық топ құрылу керек.